Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ауызашарға ерекше хит салат түрін және мохито сусынын әзірлейтін боламыз. Алдымен 300 грамм қырыққабатты ұсақтап тура боламыз. 3 орташа қиярымыздың ұштарын алып тастап, жұқа жолақтарға кесеміз. Үш дана жұмыртқамызға ас қасықтың ұшымен тұз және әдемі түс шығу үшін куркумамызды қосып, жақсылап араластырып, жұқа етіп пісіріп аламыз. Менде осы массадан 5 дана құймақ шықты. Енді қияр секілді жұқа етіп жолақшаларға кесеміз. Ысталған тауық етінде жолақтарға кесеміз. Жарты банка жүгері және 4-5 қасық майонезімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен бізде дәмі ерекше болып шығатын хит салатымыз дайын. Енді мохито сусынына кірісейік. Алдымен 4-5 дана жалбызымызды қосамыз. Одан кейін лаймды 2 бөлікке бөліп, жарты сақиналарға кесіп саламыз. Лимонның 4-тен 1 бөлігін қосамыз. Апельсинімізді де 2 бөлікке бөліп, жарты сақиналарға кесіп қосамыз. 1 ас қасық тола мохито сиропын қосып, үстіне спрайт сусынын құямыз. Жақсылап араластырып, дастарханымызға ұсынар кезде үстіне бірнеше дана мұз қосып ұсынсаңыздар болады. Осымен біздің ауызашарға дайындалған хит салатымыз бен мохито сусыны дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер сіздерге видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұржамал.